Да, нет дедіңіз ба сонымен? Не көріп жатырсың мына жақта екі Ғалымжан мен Назым жұлдыз ауруына шалдықты ма сонда? Екеуі де жұлдыз ауруына шалдыққан негізі, иә. Бауырсақаны дұрыс айтып кетті. Бұл кісілер андай өздеріне айтылған пікірді дұрыс қабылдай алмайды. Ақыл айтты деп шығады. Ана ортаға шыққаннан бастап ана деп отырады, ана қорғаныс реакциясын білдіріп отырады. Ақыл айтты, қойшы сен айтты, қойшы мен өзім білейін деген сияқты. Хотя біз ортаға шыққан кезде, например, мен кеше ортаға. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қалайсыз? Шүкір амандасың бар. Мерей қалай? Мерей де жақсы, кішкене ауырсынып тұр енді. Көңіл күйі жоқ. Иә, күнде қазір больницаға барып жүр, таңертең сайын больница уже екінші күн болды. Солай өзінің емін алып сөйтіп жүр. Енді бізде ортада Ғалымжан мен Назым отыр. Не ойлайсың енді? Бұл жерде енді көріп тұрған бейне. Не көріп тұрсың? Сол кезде Гала тұрды, менің үміткерім мына қыз деген саған сай емес, анау мынау деп айтты. Сөйткен кезде үміткері естіп күлін алып қашып кетті ғой, например. Сондықтан да мына жерде пікірді де қабылдай білу керек, айта да білу керек. Неге сен жаңа Сіз пікір қабылдай аласыз ба? Әрине қабылдай. Дәулет бекет жобадан кетсін. Неге өйтіп айтасыз? Ұнамайды, несімен ұнамайды? Ясмен жақсы көреді, просто ана айтқам ғой, папамның кішкентай кезінен ұқсайсың деп, содан маған еркелеп сөйтіп жүреді. Қазір қатты айтсам да болмайды. Негізі Назымның айтқан сөзі еркек баласына Галаға енді қатты тиіп кетті. Бірақ Гала шынымен де Назымды жақсы көргеннен кейін сен сөйлей алмай тұрма. Сол ішіндегі ашуын мына жақта қатысушыларға шашып тұрған. Жалтақтағым деген сөз ма? Мысалы айтады да, мен қазір дәл қызбен жүріп болып жүрген бізге комфортно дейді. Бірақ та болашақта менің көзіне қарап жәутеңдеп жүргім келмейді. Сонда мен оған сенімсізбін, мен болашақта мені асырай алатына деген сияқты астарына сондай сөз жатыр да. Сонымен біз сәл кішкене. Ал баршаңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Күндеріңізге сәттілік. Біз жақсы бір жерге келдік. Алдынан бері келгіміз келіп жүрген осы жерге. Қасында іні бауырым бар. Әдем болып тұр ше, дала негізі. Ауа райы кайф болып тұр. Сол бұйырса жақсы жаңалықтармен көрсеміз, алдағы уақытта оларға бронь қоя беріңіздер. Август айларына бос күндер бар, июль айларына бос күндер бар. Бұйырса, ойда күтеміз.